Сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөз бедері және стиль, стильдің түрлері. Сабақтың мақсаты стиль түрлерін білу, дұрыс қолдана алу, тіл мәдениетіне тәрбиелеу, өз пікірлеріңді қорғауға дағдыландыру. Сабағымызды бастайық. Сөз бедері деген ұғымды профессор Нұргелді Уәлиев алғаш рет қолданып, мағынасын толық ашқан болатын. Ол кісінің айтуынша, сөз бедері дегеніміз тілдік қарым-қатынас формаларына байланысты тілдік бірліктерді талдаудың, қолдаудың ерекшеліктеріне қатысты ұғым. Мысалы, кітаби тіл, сөйлеу тілі болады. Сөйлеу тілі ауызша формада ғана, тұрмыстық қатынаста өмір сүрсе, кітаби тіл 4 түрлі стильдік тармақта өмір сүреді. Олар ғылыми стиль, публицистикалық стиль, көркем әдеби стиль, ресми қатынас стилі. Осы әрбір стиль белгілі бір жағдаяттардағы қарым-қатынастарда қалыптасады. Әрбір стильге тоқталып өтейік. Ғылыми стиль. Ғылыми еңбектерде, ғылыми баяндамаларда, лекцияларда қолданылады. Заттар мен құбылыстардың жалпы ерекшелігін ашып, мәлімет береді. Берілген мәлімет дәлелді, зерттелген, тура мағынада болуы тиіс. Бұнда ғылыми терминдер көп қолданылады, көбіне хабарлы сөйлем болып келеді. Публицистикалық стиль. Газет журналдарда, бұқаралық ақпараттық құралдарда қолданылады. Хабарлау, анық мәлімет беру, көпшілікке әсер ету, құбылыстардың, оқиғаның мәнін ашу, оларға көпшіліктің назарын аудару сияқты сипатта болады. Ресми, анық, дәл, шақыру, үндеу, нақтылық негізгі сипаттамасы. Кітаби, ресми сөздер мен тіркестер, хабарлы сөйлемдер мен терминдер көптеп кездеседі. Көркем әдебиет стилі. Өзінің аты айтқандай, көркем шығармаларда қолданылады. Құбылыстар мен заттарды суреттеу, бейнелеу, образды, эмоционалды, экспрессивті болып келеді. Көбіне ауыспалы мағына, көркемдік тәсілдер, суреттеме құралдары көптеп пайдаланылады. Ресми қатынас стилі. Кейде бұл стильді ресми құжаттар стилі, іс қағаздар стилі деп те атайды. Ол іс қағаздарда, нұсқау хаттар мен кеңсе құжаттарында қолданылады. Іскерлік қарым-қатынаста белгіленген үлгіде жүргізілетін стиль. Ауызекі сөйлеу стилі. Адамдармен еркін әңгіме кезінде қолданылады. Бұның негізгі мақсаты өзара қатынас жасау. Сөз тіркестерін, қарапайым сөздерді еркін қолданады. Сұраулы, лепті сөйлемдер, диалог түрінде құрылады. Міне, осы әрбір стиль өзінің қолданылу аясында барлық өзіне тән белгілерімен ерекшеленеді. Және сол ерекшеліктерді жинақтаған кезде сол тиісті стильдің бедері шығады. Ал стиль ұғымының өзі белгілі бір тілдегі лексикалық, фонетикалық, грамматикалық тәсілдердің қолданылу принципін білдіреді. Сонымен бүгінгі сабақта сөз бедері, стиль ұғымдарымен таныстық. Сабақта алынған білімдеріңді тиянақтау, бекіту мақсатында классрумда ұсынылған тапсырмаларды орындап, кері байланыс ретінде қайтарып жіберулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.